Allah subhanahu wa ta'ala ne dedi? Men жақсы көрдім, бана шүгір қылғанын дейді. Бенде адам баласы, алхамдулилlah, Алла Таалаға мынaka шүгір қылады. Демек, кейбір адам кембағал болса, Алла мені не үшін кембағал қылды деп айтпасын. Кембағалдар бірінші бейішке келеді. Байларға қарағанда 500 жыл мұрын бейішке келеді. Егер де ошол бай ибадат көй болса, ошол бай тақуа болса, ошол бай Алланың ақысын беріп тұрған болса, ошондой байдан кембағал 500 жыл мурда келеді. Берке байларды айтпайлы тұрам мен. Алар пока есеп кетеп, ошол бай есеп кетебин берилчекти ошончо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү кембағал болгон. Мына мусулмандардын жөөттөр, христиандар туу туткан Иса пайгамбар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан да кембағал болгон. Мына Иса пайгамбар. Биздин пайгамбарыбыздан эле мурда 571 жыл мурда төрөлгөн. Иса пайгамбар кандай кембағал? Ошон үчүн иншалла бул кембагалдык кордук эмес. Бактысыздыктын белгиси эмес. Наоборот, эгерде каниет болсо, Аллаху акбар. Ким Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким азыраак ырыскыга, азыраак берилген ырыскыга разы болсо, Алла Таала андан азыраак эле амалдан разы болот экен да. Көп нерсени талап кылбайт деген.